Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қияр мен сәбіз қосылған оңай дайындалатын салат жасаймыз. Жасалуы өте тез, жылдам дайын болады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Видеоларым сіздерге ұнап жатса, каналға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Ең алдымен қиярдың екі басын осылай кесіп алып тастаймыз. Үшке бөлеміз қиярды. Сосын ортасынан бір бөліп, осылай ұзынша етіп турап шығамыз. Турап алған қиярымызды үлкендеу ыдысқа саламыз. Енді сәбізімізді үккіштен өткізіп аламыз. Турап алған қиярға қосамыз сәбізді. Міне осылай. Аскөктерін тураймыз. Аскөкті турап алдық. Енді салаттың үстінен саламыз. Енді ақ желкенді тураймыз. Ақ желкенді мен осылай кішкене орташа етіп турадым. Майдалап немесе ірі өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша турап аласыздар. Ақ желкенді де саламыз. Қалаған дәмдеуіштеріңізді қоса берулеріңізге болады. Менде қара бұрыш, қызыл бұрыш, кориандра қостым. Тағы паприка бар. Паприканы кейін қосамын маймен араластырып. Қазірше осыларын қостым. Енді чесногын турап аламыз. Чесногын майдалап тураңыздар, немесе үккіштен өткізсеңіздер, болмаса пресстен өткізіңіздер. Майда болғаны дұрыс. Ал мен осылай майдалап турап алдым. Чеснокты салаттың үстінен саламын. Тұзын саламын. Тұзды қалауыңызша салыңыздар. Өте көп салмаңыздар. Мінекей қазір майымды қыздырып алдым. Енді үстінен паприканы саламын. Немесе қызып тұрған кезде салсаңыздар да болады паприканы. Осылай кішкене қызып тұрған кезде салған дұрысырақ. Үстінен құямын. Не қараңыздар. Үстінен құйдым ыстықтай. Енді жақсылап араластырыңыздар. Міне жайлап осылай вилкамен араластырамыз. Немесе қолмен араластырыңыздар. Абайлап қолдарыңыз жаңа ыстық май құйдық қой. Сондықтан күйіп қалмайтындай етіп жайлап араластырыңыздар. Өте қатты мыжып араластыруға болмайды. Міне осылай жақсылап араластырып алғаннан кейін жарты шай қасық уксусты сірке суын қосып 3-4 сағатқа немесе бір түнге қалдырсаңыздар, салаттың бойына дәмдеуіштері сіңіп, одан әрі дәмді болып тұрады. Салатым дайын болды. Қазір дәмін көріп жатырмын. Өте дәмді. Видеоларым сіздерге ұнап жатса, төменге пікір қалдырып отырыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Эльмира. Келесі видеоларда кездескенше аман сау болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.